Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл сабағымызда бүтін көрсеткіш дәреже тақырыбына байланысты есептерді шығаруды қарастырайық. Яғни біз көз алдымызда көріп тұрған осы есептерді қарастырайық. Алайда бұл есептердің барлығын емес, тек кейбіреулерін ғана қарастырайық. Яғни өрнектерді ықшамдаудан бір 2-3 мысал және теңдеу шешуден 1-2 мысал қарастырайын. Ал мысалдар бастайық. Бірінші мысалға тоқталатын болсақ, бізде өрнектерді ықшамдау керек. Біз алдымен былай істеп алайық. Көбейтіске жіктеп алайық бөлшектің бөлімін. Алымы тұра берсін. Бөлшектің бөлімін былайынан жазыламыз. 3-тің n дәрежесі бөлінген 3 дейміз. Өйткені мына жерге қарасаңыздар, 3-тің n-1 деп қойған. Бұл мына формула бойынша a n бөлінген m деген формула бар еді. Сол жерде n-m болатын еді. Бұл бөлшек, яғни бөлшектің келген нені дәрежелерін аламыз, яғни негіздер бірдей болған жағдайда. Осыны біз керісінше пайдаланатын болсақ, 3n-1 деген сөз бізге мынандай беріледі. 3-тің n дәрежесі бөлінген 3-тің 1 дәрежесі. Мұны соны жазып алдық мына жерде. Яғни бұл жерде түсінікті болса, бұны өшіріп тастай салайын. Енді келесі көбейтілген, енді 7n-ге келейік. 7n көбейтілген 7-ның 1 дәрежесін. Өйткені бұл жерде қосу болып тұр. Қосу болған жағдайда оны біз көбейтеміз. Азайтылған мыналары екеуінің өзін жазып қоямын. 3-тің n дәрежесі көбейтілген 7-ның n дәрежесі. Мұны екеуін жазып алған екен. Енді өрнектер сәл-сәл ықшамдап қояйын. 21-дің n дәрежесі алымында тұра береді. Мына жерден біз 3n мен 7n-ді бөлшектің бөлімімен толық жақшан сыртына шығарайық. Сонда мынандай өрнек шығады. 3-тің n дәрежесі көбейтілген 7-ның n дәрежесі болады. Мынадан, мына мүшеден бізде 1 бөлінген 3 қалады, көбейтілген 7-ның 1 дәрежесі қалады. Минус мына жерден бізде 1 қалады. Өйткені 3-тің n дәрежесіне 7-ның n дәрежесіне шығарып жібереміз жақшан сыртына. Сол кезде былайынан алатын болсақ, енді қараңыздар. 3n мен 7n-ді біз мына қасиетті пайдаланатын болсақ, 3n көбейтілген 7n деген мына қасиетті пайдаланамыз. a-ның n дәрежесі көбейтілген b-ның n дәрежесі дегеніміз a көбейтілген b-ның n дәрежесі деген жақшан сыртына шығады. Тура осын пайдаланатын болсақ, бұл 21-дің, яғни мен ашып жазайын жарайды. Бұны 1-ден жазып жүрмейін. Сонда 3 көбейтілген 7-ның n дәрежесі болады. Ал 3-ті 7-ге көбейтетін болсақ, 21-дің n дәрежесі. Осыны біліп алған болсақ, біздің мына өрнегіміз 21-дің n дәрежесі болады екен. Сонда мына бөлшектің бөліміндегі мынаған біз 21-дің n дәрежесі дейміз, мыналардың өзін жазып қоямыз. Бұның үшін жазған кезде біз былайша жазайық. 3-тен 1-ге 7-ні көбейтсек, 7 бөлінген 3 болады. Минус 1. Бөлшектің алымындағы 21-дің n дәрежесін өзін жазып қоямыз. Сонда бізде мына екеу қысқарады, 21-дің n дәрежесі мен 21-дің n дәрежесі. Сонда 1 бөлінген 7 бөлінген 3 минус мына жерде. Минус 1. Міне осыны арғарақ шамдап қойсақ жеткілікті сонымен. 1 алымда тұра береді. 7-тен 3-тен 1-ді алатын болсақ, ортақ бөлім 3-тің өзі болады да, минус 3, 7 алынған 3. Өйткені мына 1-ді біз былайынан аламыз. 1 бөлінген 1 дейміз. Сонда мына 3 пен 1-ге ортақ бөлім 3-тен тиеді. Сөйтіп, мынаны аламыз енді. 7-тен 3-ті аламыз. 4 бөлінген 3, 1 болады. Енді біз мына жерде 1-ді бөлеміз 3-тен 4-ге. Сонда мынандай өрнек шығады. 1 бөлінген 4-тен 3. Бұл деген сөз 1 көбейтілген 4-тен 3 дегенге. Яғни бұл бөлу ережесіне сәйкес, санды бөлшекке бөлу ережесіне сәйкес
бөлшек керісінше айналып кетті. Сондықтан бұл жерден 4-тен 3. Бұны бүйтіп жазып қойсақ та болады. 0,75 деп. Яғни бірінші есептің жауабы шықты. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен бірге болған Ермек Алханұлы.